Сабақ аяқталып, сыртқа қарай қоңырау соғылды. Менің сыныптастарымның барлығы коридорда жиналып сөйлесіп тұр екен. Жандарына қосылып, не туралы айтып жатқанын сұрадым. Сол кезде Әнел есімді кластасым былай деп айтты: «Сен осы біздің мектеп туралы қорқынышты оқиғаны білесің бе?» деді. «Ешқандай да оқиғаны білмеймін. Не туралы айтып тұрсыңдар?» деп мен қатты қызығып кеттім. Осы сәтте достарым маған қарады да: «Онда сен тыңда, біз саған айтып берейік» деді. Осы мектептің салынғанына 20 жылдан асып кеткен болатын. Сол кезде мектептің ремонты болып жатқанда бір оқиға болған еді. Ремонтшылардың бір кішкентай 5 жасар қызы болған екен. Әкесі мүлдем тастамай әрбір жұмысқа алып жүрген. Ремонтшы адамдар сол күні мектептің барлығын сылап ремонт жасап жатқан кезде әлгі қыз мектепті аралап кетіп қалған екен. Ал ремонтшы болса өзінің қызы мүлдем таппай қалыпты. Оны барлық қызметшілер бір кездеп, тіпті полиция қызметкерлерін шақырыпты. Бірақ әлгі мектептің маңынан да ешқай жерден таппапты. Соңғы кісілер көрсе, оны подвалға қарай кеткен деп естіпті. Әрі қарай із-түзсіз жоқ. Сондықтан да қазіргі таңға дейін подвалдан көптеген әлгі қыздың жылаған дауыстары естіледі дейді. Өзіміздің подвалдан бір түрлі дауыстарды естігендер көп деді. Осы сәтте балалардың барлығы күліп, бірақ бұның барлығы жай ғана оқиға ғой, ойдан шығарылған нәрсе деді. Мен де олардың сөздерімен толық қосылып, ары қарай кетіп қалдым. Анам менің кітапханада жұмыс істейді. Кешкісін анама келіп көмектесемін. Анама көмектесіп, көптеген кітаптарды реттеп жүрдім. Сол сәтте сағат кешкі 9:30 болып қалған еді. Анам маған: «Мен кабинетімде өзімнің бір затымды ұмытып кетіппін. Барып, сол затымды әкеліп берші» деді маған. Кітапхананы жинастырып болған соң барып қайтамын дедім де, кітаптарды орнына қойып, әлгі анамның кабинетіне қарай кетіп қалдым. Дала сондай қараңғы болғандықтан мектептің іші де қатты жарық болмады. Күзетші де кетіп қалған еді. Анам екеуміз жалғыз мектептеміз. Осы сәтте анамның кабинетіне бара жатқанда мен подвалдың жанынан өттім. Бірақ осы сәтте подвалдың ашық тұрғанын байқап қалдым. Жүрегімде біраз қорқыныш болды. Бүгінгі оқиғадан кейін де подвалдың ашық тұрғанын көру өте бір түрлі сезім болды. Подвалға қарап, ойланып тұрған сәтте сол жақтан бір құбыжықтың келе жатқанын көрдім. Әлгі қыз сияқты түрі қорқынышты, шам басып кеткен бір нәрсе маған қарай келе жатты. Әрі жылаған дауыстар шығарып жатты. Қатты қорқып, айғайлап жібердім де кітапханаға қарай жүгіріп кеттім. Анама барып, түкте түсіндіре алмадым. Тілім тартылып қалды да, анама: «Тез-тез шық, далаға кеттік» дедім де, анамның қолынан ұстап, далаға қарай қашып кеттім.